мүшриктердің Әбутәліпке арыздануы. Небір қитұрқы мазақтары да, жан қинаған азаптары да Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәлам әсер етпегенін аңдаған. Мүшриктер ойласа келіп, енді Әбутәліпке арыздануды жөн көрді. Өйткені Әбутәліп пұттарға табына жүріп, бауыры Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәлам тәйт демеген, керісінше оған шаң жуытпай қорғаштай берген. Мүшриктердің басшыларынан 10 адам арнайы дайындықпен Әбутәліпке келіп: «Ей Әбутәліп, бауырың Мұхаммедті саллаллаху алейхи уәссәлам қорғаштауыңды қоймайсың. Мұны қалай түсінуге болады? Ол біздің қастерлі пұттарымызды түкке алғысыз етті. Ата-баба жолын қорлады. Онымен қоймай бізді ақылсыз етіп шығарды. Иланбасқа иланып, теріс бағдармен текке әуре болып жүрсіңдер дейді. Сонда ең ақылдымыз сол болғаны ма? Соңынан ергендер қатары күннен күнге көбейіп келеді. Бара-бара не болмақпыз? Онсыз да 40 пышақ болып жүрген тайпа едік. Мұныкі тіпті сорақы болды. Мұсылмандарды сабап нәтиже шығара алмадық. Таяғымыз еттен өтті де қойды. Бірақ Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәссәлам бізге айтқандары сүйегімізден өтті, жанымызға батты. Шынын айтсақ, сенің басың мен жасыңды сыйлап әлі де тартынып келеміз. Не бұзығыңды тый, не болмаса бұдан былай ісімізге араласпа, алдыңнан өтуге келдік, деп шарт қояды. Әбутәліп бірден не дерін білмей дағдарып қалады. Екі оттың ортасында деген осындай-ақ болар. Бірі сүйікті бауыры оған қиянат жасау өңі түгіл түсіне де кірмесі анық. Екіншісі ата-бабадан қалған әдет-ғұрып жолы, екеуі де қымбат. Ол келгендерге кесіп ештеңе айта алмай, жай сөзбен қайтаруға мәжбүр болды. Араға бірнеше күн салып, мүшриктер Әбутәліпке тағы келеді. «Уә Әбутәліп, ру ақсақалы ретінде сені құрмет тұтып, сөзіңді жерге тастамаймыз, бірақ ел іші бүлінді, қашанғы шыдамақпыз? Ана бұзығыңды тыймасаң, ендігі жерде бізге өкпелеме. Алдыңнан өттік. Ата-баба дәстүрін жамандап, салт-санамызды аяққа таптап, пұттарымызды күлкі етті. Әбден таусылдық. Егер сен оған түсінікті тілмен айтып қойғызбасаң, сенімен де, онымен де қырқысудан басқа амалымыз қалмады», дейді олар. Әбутәліп мүлдем дүбәра ойда қалды. Қауымымен қартайған шағында дұшпандасқысы да келмеді. Жанындай жақсы көретін бауырмен ат құйрығын кесісу де оңай емес. Ойы онға, санасы санға бөлініп, ақыры Мұхаммедті қасына шақырып алады да жалынышты кейіпте: «Қарағым, бауырымнан қалған жалғыз тұяқсың. Сен үшін жанымды беруге даярмын. Бірақ мына жасымда руымнан бөлініп, қара бет атанғым келмейді. Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде тұрған шағымда туған туыспен жүз шайқасып айырылысу қиын. Кеше Құрайыштың ақсақалдары келді. Сенің істеп жүргендеріңді баян етті. Ең болмаса өзің дая, екеумізге де қиын, қолымыздан келмейтін шаруаға араласпай-ақ қойсаң қайтеді? Көптің көңілінен шықпайтын әңгімелерді доғарсаң деп едім», дейді. Жағдай шарықтау шегіне жеткендей еді. Бүгінге дейінгі жалғыз қамқоры Әбутәліпте бас тартқаны ма сонда? Пайғамбарымыз ойға шомып ұзақ отырды. Біраздан соң негізгі қорғаушысы ұлы Алла болғандықтан сенімді түрде көңілін жайлаған кісіше көкесіне тура қарап: «Көке, егер менің оң қолыма күнді, сол қолыма айды ұстатып алған бетімнен қайтуымды өтінсе де, дінімнен, уағызымнан бас тартпаймын.
осыны есіңнен шығармағайсың. алла осы дінді үстем етіп мерейін көтеретін болады, немесе мен осы жолда жанымды берермін, дейді. Нақпа-нақ бар айтарын айтса да, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көкесінің өзін тастап кететінін ойлап көз жасына ерік берді. Мүбәрәк көзінен мөлтілдей сырғыған моншақтар құтты Әбу Тәліптің жүрегіне тырс-тырс тамып жатқандай әсер етті. Осы халде аяулы бауырын тастап кетуі мүмкін бе еді? Әбу Тәліп Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жасымас жігеріне, қайтпас қайсарлығына тәнті болып, көңіл қалауың білсін, бастаған ісіңді жалғастыра бер. Уаллахи, мына жалғанда саған қорған бола алмасам, өлгенім артық, деп көзіне жас алып інісінің арқасынан қақты. Осы оқиға ауыздан ауызға тарап, мүшриктер Әбу Тәліптің Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жалғыз тастамайтынын түсінді. Мұсылмандар қатары күн санап, сағат санап молая түсті. Мүшриктер дегбірсізденіп ашуға булықты. Ары-бері қарайлап мәселенің бет алысынан шошынған кәпірлер қайтадан Әбу Тәліпке келді. Ол келістегі ұсыныстары: уа Әбу Тәліп, саған Құрайш жастарының арасынан ең күшті, ең келбетті ақыл десең тұла бойы тұнған білім Умара ибн Уалидті берейік. Бала қылып ал, саған көмекші болсын. Оның орнына сен бізге ініңнің баласын Мұхаммедті бер, өлтіріп көзін құртайық. Сөйтіп сен де тыныш бол, біз де тыным табайық. Кісі орнына кісі береміз деп отырмыз, енді келісерсің. Әбу Тәліп қисынсыз ұсынысқа: бұл не дегендерің? Жарандар-ау, өлтіру оңай болса, алдымен туған балаларыңды беріңдер маған, мен өлтірейін соларды, сонан соң ғана тілектеріңді қабыл етейін, деп ащы мысқылмен жауап берді. Мүшриктер бұған қатты наразылық білдірді. Біздің балаларымызды өз бауырыңмен салыстыруға қалай шыдатың барады? Олар жолынан тайған емес, ескі дәстүрімізден ауытқыған емес. Сенікінің жөні тіпті басқа, оны өзің де білесің. Әбу Тәліп саспастан: уаллахи, ол сендердің балаларыңның бәрінен де қайырлы. Айтқан талаптарың жан түршігерлік. Байыбына барып сөйлесеңдер етті. Сендер менің бауырымның тырнағына татымайтын балаларыңды маған тәрбиелеуге бересіңдер. Ал мен көзімнің нұрындай болған асылымның сынығын сендерге өлтіруге беруің керек пе? Ынсап қайда? Өмір жалғанда бола қоймас бұл армандарың, дейді. Мүшриктер ызадан жарылардай болды. Кекке толы күпірлі кеуделер енді Әзірет Мұхаммед пен мұсылмандарды ысырып қойып Әбу Тәліпке өшікті. Мүшриктердің бұл әрекеттерінен сескенген Хашим руының ақыл тоқтатқандары Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам өздері қамқор болуға ниет білдірді. Бүкіл рудың арасынан бөлініп шығып паналатудан азар да безер, басын ала қашқан тек Әбу Лахаб қана. Әбу Тәліп өзі бас болып Хашимнің мен дегендердің жігіттерін жинап, пайғамбарымызға бас көз болуды мықтап тапсырды. Аталмыш жиыннан да құлақтанып үлгерген азғындар ерегісіп қалайда Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өлтіруге сөз байласты. Арам пиғылдарын іске асыру үшін олар алдын ала келісіп Харам мешітінде бас қосады. Көп ішінде сөз жатама, бұл хабар Әбу Тәліпке де жетеді. Әбу Тәліп дереу Хашим руының жастарын жинап Қағбаға келеді. Мүшриктердің алдына шығып: менің інім Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім өлтірер болса, өзінің аман қалуы
неғайбыл, өзін өз көрін өзі қазғанның кебін құшып жүрмеңдер. Біздікі ескерту, арғы жағын ақылға салып таразылаңдар. Мұхаммед Алланың сүйіктісі, соның құрметіне жауын жауып ел берекеге кенелген. Мүбәрак тұлға, қадірлі жан, Тәңірдің таңдаулысы ғой. Сондай адамға кімнің дәті шыдап қол көтермекші? Мейірімділігі мен сенімділігіне күмән келтіретін қайсың? Хашим руының жетіміне қамқор, жесіріне қорғаушы, жоқ жігіттің жәрдемшісі екенін көріп жүрген жоқсыңдар ма? Уа Құрайыштар, Байтулланың атымен ант етемін, оған жала жауып, жалған айтып опа таппайсыңдар. Оны өлтіреміз дегендерің де бос әурешілік. Мына біз аман тұрғанда ешкім де тиісе алмайды, деп жар салды. Еңселері түскен Құрайыш мықтылары ләм-мим деместен жылыстап шығып кетті. Мүшриктер мұнымен де қарап қалмады. Азаппен, қорлықпен, зұлымдықпен Мұхаммедті саллаллаху алейхи уәссәлам қорқыта алмайтындықтарын түсінген сыңайлы Әбу Тәліп пен Хашим жігіттерінің қатаң ескертуінен біраз сескенгенмен үн-түнсіз қалмасы белгіледі. Жаңадан жоспар жасап, қалайда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәссәлам жолмен жүргендерге тосқауыл қоюды ойлады. Халықтың алдына пайғамбардың мәртебесін төмендетсе, айыздары қанардай қызу іске кірісті. Осы мақсатпен іңір үйірлері бәрі сөзін сыйлайтын Уалид ибн Мұғираның үйіне жиналды. Әрқайсысы кезек-кесек ойларын айтып, көрген-білгендерін жіпке тізгендей баяндады. Имансыздардың күңгірт тартқан армандары қайтсе де, Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәлам наразылар санын арттыру. Реті келгенде Уалид ибн Мұғира мынандай пікір айтты. Уа ағайын, бәріміздің тілегіміз бір. Оны жүзеге асыру үшін ауызбірлік керек. Жақында жан-жақтағы араб тайпаларының өкілдері жылдағы дәстүрмен Қағбаны зиярат етуге келеді. Сол сәтті тиімді пайдалануға тиіспіз. Олар да Мұхаммед жайын ұзын құлақтан естіген болар. Сонда да болса жай жапсарын нақтылау үшін бізден сұрайды ғой. Бәріміздің жауабымыз бір жерден шықсын. Әрине, бұл тауып айтылғандай айлакерлік ұсыныс еді. Әркім әртүрлі айтса, сенімсіз болары, айтпаса да түсінікті. Құрайш мүшриктері Уалидтің өзіне сауал қойып, пікірін білмек болды. Алайда айлакерлікте алдына жан салмаған Уалид көпшіліктің ойын ортаға салғанын мақұл көрді. Құрайш мүшриктері жарыса шуласып, сәуегей дегеніміз дұрыс шығар. Уалид қарсылық білдірді. Жоқ, олай десек мүлде қателесеміз. Біз талай көріпкелді көрдік. Оның сөздері сәуегейлікке ұқсамайды. Сәуегейлер арылдап, мырыңдап бірдеңе оқушы еді. Сосын кейде жалған, кейде рас шығып жататын. Ал Мұхаммедтің өтірік айтқанын естіген кім бар? Онда жынды дейік. Уалид бұғанда келіспеді. О не дегендерің? Ол негізі жынды емес қой. Жындылардың қандай болатынын жұрттың бәрі білет. Үшінші біреу тұрып, шайыр дегенге қалай қарайсың? Уалидке бұл да ұнамады. Қостамағаны, жауапты місе тұтпағаны жүзінен байқалады. Басқа арабтар өлеңнің майын ішкен халық. Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәссәлам сөйлегендерінің өлеңге үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Олай деп иландыра алмаспыз. Сиқыршы десекші, деді көп арасынан бір дауыс. Уалид ернін жымқырып басын шайқады. Болмайды дегені. Қисынсыз ол сиқыршыға да ұқсамайды. Сиқырдың неше атасын көрдік. Үрлеп, үшкіріп жататындардың бірде біреуіне ұқсаса мұрнымды кесіп берейін.
айтқан ойларын өткізе алмаған мүшриктер шамданып, ау, енді не қыл дейсің бізге, онда тоқ етерін өзің айт, деді. уәлид естігендерін ой елегінен өткізген кісіше ұзақ үнсіз қалды. Әлден уақытта тамағын кенеп сөз бастады. Шынымды айтсам, Мұхаммедтің сөздерін неге теңеуге болатынын мен де білмеймін. Оның айтқандарына мән беріп тыңдаған адам сол сөздерден тәтті наз, көңілдерді баурап алатын ерекше саз аңғармау мүмкін емес. Мұхаммедтің уағызының тәттілігі балдай, не шырын құрмадай десем артық айтпаған болар едім. Мүшриктер уәлидтің лебіздерінен ештеңе түсіне алмай аң-таң. Кеңесші ақылшылары санап жүрген уәлид те мұсылман болғаннан сау ма өзі? Орнынан тұрып шығып кете барғанын не деп түсінеміз? Бір-біріне қарап аңтарылған күйлерінде уәлид те діннен безді деп айтып үлгергендер кездесті. Алайда уәлид діннен шыққан жоқ болатын. Сырттан келгендерді сендіретін ортақ пікір жайын оңашада ойланбақ. Біраздан кейін аңтарыла күтіп отырғандар алдына шығып, меніңше жалған жалалардың ішіндегі ең қисындысы сиқыршы сияқты. Өйткені ол сөзге дәлел ретінде дуалап әке мен баланы, бауырлас ағайынды, рулы елді бір-біріне қарсы қойып ажыратып тынғанын айтсақ жеткілікті, деді. Сөйтіп бәрі осылай сөз таратуға келісіп уағдаласты. Нұртолға пайғамбарды сиқыршы атандырып, халықты одан бездірудің жобасы жасалды. Мүшриктер айтқандай, пайғамбарлар сардары Сәуегей де сиқыршы да емес, хақ жолының хабаршысы еді. Сәуегейдің сөзі ықтималдылықтардан тұрса, оның бір айтқандары тек хақ пен шындыққа негізделгенді. Жынды деу ұлы адамға көрер көзге жабылған жала болатын. Оның достары тұрмақ, қас дұшпандарының өзі ақылының кемелдігіне бас шайқайтын. Шайырлықпен шатастыру да орынсыз. Оның сөзі құдіреттің кәләмі еді. Құранның әуезді әлемі өлеңдерде болатын қиял әлемінен алыс еді. Хақ тағала бір жағынан мүшриктерді жазасымен қорқытып аян түсірсе, екінші жағынан сүйікті елшісіне жұбату айтып уахи жолдады. Сен үгіт-насихатыңды үзбе, есіңде болсын, сен Раббыңның шарапатының арқасында көріпкел де емессің, есі ауысқан жынды да емессің. Тұр сүресі 29 аят.